Сәлем қыздар, сіздермен нағыз чертополықтың рецептімен бөлісетін боламын. Ешқандай қайнатпайсыздар, атылмайды, қыстың күні рахаттанып отырып жейсіздер. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге керекті өнімдер скриншоттап алсаңыз болады. Помидор 5 кг, тәтті перес 1 кг, аш перес 5-6 штук, чеснок 300 грамм, хрен тамыр 100 грамм, тұз жарты пиала және аспирин 5 штук. Ең алдымен помидорларымызды жуып, ыңғайлап турап алып, мясорубкамыздан өткіземіз. Оны шараға құя бастаймыз. Шараңыз кең болу керек. Мінекейіңіз дайын өткізілген помидорларды құйып, 5 кг помидорымыз осындай болып шықты. Содан кейін тәтті перец өткіземіз екінші. Оны да ыңғайлап турап аламыз. Мясорубкадан өткізіп, шарадағы помидорымызға құямыз. Содан кейін ашты пересті өткіземіз, чеснок екеуін. Мінекейіңіз ашты перестен 5-6 штук, хрен тамыр үшеуін бірге өткізсеңіз болады. Мінекейіңіз шараға саламыз оны. Содан кейін мінекейіңіз хрен тамырында өткізіп салдым. Тұз септім жарты пиалай. Жақсылап араластырамыз. Санап тұрып 5 штук аспирин саласыз. Жақсылап араластырасыз. Сөйтіп чертополығыңыздың бетін жауып, бір түнге қойып қоямыз. Тындырып қойып қоямыз, демалдырып. Бір түн өткеннен кейін бетін ашсаңыз, мінекейіңіз ештеңе де болмаған, әдемі болған чертополығымыз. Үсті баклажкілерге, таза баклажкілерге құйып, қақпағын жауып, сақтай берсеңіз болады. Мінекейіңіз қайнатпай жапқан чертополығымыз дайын. Қыста рахаттанып отырып, ет асқанда және басқа да тамақтар істегенде жейсіз. Астарыңыз дәмді болсын.